Алхамдулилlah, уассалату уассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз имам Бухаридің, Муслимнің және басқа да хадисшілеріміздің жинақтаған кітаптарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Мән кәзаба алейя мутааммидан фәльетабауа мақадаху минан нар». Кімде-кім менің атымнан жалған бір өтірік айтатын болса, тозақтағы орнына дайындалсын деген. Өзге де хадистерді көретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: менің атымнан өтірік айту кез келген бір адамның атынан айту секілді емес деп айтқан. Яғни оның күнәсі өте зор екендігі. Кезінде сира кітаптарынан білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында Бану Лайс деген бір тайпа болған. Сол жерге бір кісі барып, солардың басшысына айтады: мына менің үстімдегі киімді пайғамбарымыз киіндірді маған, үстіме берді, соны кидім, және сендерге жіберді, сендердің араларыңдағы қан дауын, мал мүліктеріне байланысты шыққан кекілжің тартыстардың баршасын шешіп беруіме жіберді дейді. Және араларындағы пәлен деген әйел кісіге үйлен деп айтты маған дейді. Сосын ол жердің басшылары айтады: сіз онда сәл күте тұрыңыз деп, сол жерге өздерінің руында ұстай тұрып, білдірмей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға елші жібереді. Ол елші келіп болған мәселені айтады: егер сіздің айтқаныңыз болса, орындайық, жоқ болса оны айтыңыз дейді. Бұл қандай мәселе деген кезде баршасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыңдап алады да: казаба адулла, Алланың дұшпаны өтірік айтқан дейді. Сөйтеді де келген елшілерге айтады: барыңдар да ұстасаңдар, ұстаған жерде өлтіріңдер дейді. Бірақ мен ойлаймын, сендер оны тірідей таба алмайсыңдар дейді. Оны өлген денесін көрсеңдер, мәйітін көрсеңдер, отқа жағып жіберіңдер деп айтады. Сонда жаңа елшілер хабарды алып келсе, жаңа кісі өліп жатыр екен. Өлгендігін көрген, енді қандай себеппен өлгендігі оны белгісіз. Соның өліп жатқан денесін көріп, елдің алдына шығарып, халыққа ғибрат болсын деп өрттей жіберген. Демек не екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атынан өтірік айту деген оның күнәсі өте зор екендігін осы жерде дүниедегі жазасын көрсетті. Ақыреттегі жазасы оның тозақ болады деді. Қазіргі уақыттарымызда мына телефонда қазір көптеген SMS-тер келіп жатыр, хабарламалар. Пайғамбарымыз былай деп айтқан, мынандай солай істеу керек, істемеу керек, сапар айында үйленуге болмайды екен деген секілді жалған әңгімелер пайғамбарымыздың атынан айтылып жатыр. Мұсылман адам бұндай нәрсеге сақ болу керек. Бұл дұрыс емес. Шын көз жеткен нәрсе болса, ақиқат пайғамбарымыздың хадисі болса, онда жіберуге әрине болады. Бірақ бұл нәрселерді анықтап алғанымыз жөн екен. Алла тағала баршамыздың ниетімізді қабыл етсін, түрлі бәле жаладан сақтасын. Ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.